Сәлем, сәлем. Менің отбасыма бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Бұл сіздің аспазыңыз. Сәрсенбі 43-ші аптадағы хабарға қош келдіңіз. Бұл ақылсыз болды. Испания, Майорка, Стамбул, Түркия, Дубай, бә және ақырында үйге кей мұнарасына оралу. Мен камерамның артында Майкпен бірге үстелімде отырмын. Эдвин осында, бәрі жақсы. Клер осында, ирландиялықтар осында, Адриан сыртта. Бізде көптеген кездесулер бар. Күннің қалған бөлігін жоспарлаймыз. Жылдың күндері шамамен 2,5 ай немесе 70 күн. Мен жылдың басында өткізетін қаңтардағы онлайн іс-шарамызды жоспарлағанда, мысалы, қаңтарда 2024-25 жылдардағы қайта көтерілу сияқты. Біз бүкіл әлем бойынша хабар таратуды жоспарлап отырмыз. Оған дайын екеніңізге көз жеткізіңіз. Содан кейін менің Қытайға сапарымды жоспарлаңыз. Өйткені біз Қытайға қақпа ашып жатырмыз. Бәрі жақсы, жарайды. Сонда біз ұлы қабырғаны бағындырамыз. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Оңтүстік Америкада бәрі жақсы. Сіз менің Инстаграмды тікелей эфирде көрдіңіз. Мен саған бәрін жаңарттым. Бұл Адли, Бриджеш және Арунмен бірге Макарок шежіресі, Дубай Рок шежіресі. Мен қазір өз кабинетімде тұрмын. Бәрі жақсы. Бұл ғимарат армандарды бейнелейді. Бәрі жақсы. Бұл ғимарат 1998 жылдың қыркүйегінде Джапа және Датошри Виджай атты екі ұлы тұлғаның қабылдаған шешімін бейнелейді. Ал біз қазір 26 жастамыз. Мен бұған сене алмаймын. Мен мұның керемет екеніне сене алмаймын. Дәл қазір бірінші хабарлама сізге арналған. Мен Инстаграмда айтқанымдай, солай емес пе? Дивалиге алаңдамаңыз. Рождествоға алаңдамаңыз. Жаңа жылға алаңдамаңыз. Сіз кәсіпкерсіз. Біз ешқашан ажырамаймыз. Біз дүкенімізді ешқашан жаппаймыз. Адамдармен сөйлес. Келесі 70 күн ішінде күш-жігеріңізді арттырыңыз. Қарқыныңызды бәсеңдетпеңіз. Ажыратпаңыз. Мен саған жалынамын. Ажыратпа. Қарқыныңызды бәсеңдетпеңіз. Бәрі жақсы ма? Сіз аздап Рождество мерекесіне, аздап Дивали мерекесіне, аздап жаңа жыл мерекесіне лайықсыз. Бірақ мұны дұрыс адамдармен істе. Дұрыс жерде бол. Ажыратуға батылы бар ма? Сен менімен біргесің бе? Бүгін мен өз бөлмемде мені 8-ші қабаттан 13-ші қабатқа дейін тітіркендіруге келген осы таңғажайып адамдармен сөйлестім. Ал Майк камераның артында да осы өсу тақырыбымен мені ренжітті. Мен жас кезімде Датошри Виджайдан алған ең маңызды сабақтарымның бірі. Шамамен 25-26 жасымда желілік маркетингте үлкен жетістікке қол жеткізе бастағанда және өзімді өсіп келе жатқандай сезіндім. Мен оған үлкен менмендікпен жақындадым. Білесіз бе, Кунг-фу фильмін көрмес бұрын оның үйіне бардым. Мен сонда отырдым және соңғы 4 жылда өскенім үшін бірнеше минут бойы өзімді мақтан тұттым. Бәрі жақсы, менің жасым 22-те. Менің желідегі алғашқы 4 жылым көптеген нарықтарды ашты. Сондықтан бүгін сіздер менің төменгі деңгейдегі қызметкерлерім болып табыласыздар және мен мұны мақтан тұтатыныма өте қуаныштымын. Ұлы адамдар, Жапа және Датошри Виджайны таныстыратын сіздің аспазыңыз ретінде. Мен оның қасына отырдым. Әдеттегідей, Датошри Виджайдың қасына отырғанда сіздің мақтанышыңызға зиян тигізуі мүмкін сұрақтар мен пікірлерге дайын болыңыз. Ол отырды. Менің ойымша, ол менің жүзімдегі күлкімді көрді. Мен қатты қуандым. Ақыры өзімнен көп ақша таптым. Қалағанымды сатып алдым. Армандаған өмірімді өткіздім. Бәрі жақсы. Содан кейін Дуджи маған қарап, мен қоя алатын ең ауыр сұрақты қойды. Ол, сонымен, сен қашан өсе бастайсың? Мен оған қарап, мені қалжыңдап тұрсың ба? Деп сұрадым. Мен сапарымды нөлден бастадым. Мен бүгін үлкен биіктерге жеттім. Сізбен біз әлемді дүр сілкіндіретін серіктеспіз. Және ол маған осы сұрақты қойды. Патман шынымен қашан өсе бастайды? Және, әрине, сол күні кешке бізде ұзақ әңгіме болды. Ол сәрсенбіде 10 шақты хабарламаны қажет етеді. Бірақ мен сол күні маңызды сабақ алдым. Мен бұл сабақты күн сайын, бүгінге дейін 20-шы жыл бойы өзіммен бірге алып жүремін. Бұл Феррари, Rolls-Royce, виллалар сатып алу және бірінші кластағы рейс үшін ең жоғары деңгейге саяхат. Бұл таңғажайып саяхат. Бірақ бұл саяхат тек сіздің байланыс орнатудағы күш-жігеріңіздің арқасында болуы мүмкін емес. Әрине, сіз бірнеше адамды тіркей аласыз, бірнеше чек таба аласыз. Мұны кез келген адам жасай алады. Бірақ байыпты желі қызметкері болу үшін, маңызды нәтижелерге қол жеткізу үшін, Blue Diamond ең көбі 1, 2, 3 тесе алуы керек. Тіпті аптасына 5.000 ақш долларын, немесе аптасына 2.000 ақш долларын табу керек. Дәйекті түрде, сіз өсуіңіз керек. Сенің бойыңдағы бұл ұғымды ешкім түсіне алмайтын не?
Біздің адамзат баласына тән ақымақтығымыз немесе ақымақтығымыз неде? Біз жануарлармыз, адамдармыз, адамдардың бір түріміз. Эволюция барысында біз үлкен өзгерістерге ұшыраймыз, өсеміз, үйренеміз және дамимыз. Және бір сәтте біз толығымен тоқтаймыз. Көпшілігіміздің проблемамыз бұл сәттім ерте келеді. Бұл бейнені барлығыңыз көріп отырғаныңыз маңызды емес. Сіз жаңадан бастаушысыз ба? Әлде көптен бері жұмыс істеп жүрсіз бе? Әлде бар күшіңізді салып жатырсыз ба? Сіз күн сайын оянғанда, күн сайын, күніңізді бастағанда, аптаңызды бастағанда, сіз өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек. Татуировкаңызды аяқтаңыз. Өзіңе қоятын сұрағың: мен қалай өстім? Бұл туралы ойланыңыз. Желіге қосыла бастағанда, 2-3 адамды басқарасың. Сіз аптасына 10 шақты презентация жасайсыз. Ештеңе болып жатқан жоқ. Тіпті менің ұлдарымда, балаларымда осындай желіге қосылып, кездейсоқ чек ала алады. Сондықтан, сіз бастаған кезде табысқа жете алмайсыз. Бірақ сіздің көзқарасыңыз, мақсатыңыз, арманыңыз бүкіл әлем бойынша мыңдаған адамдарды басқаратын деңгейге жету. Сіз бар күшіңізді салып жатырсыз. Сіз Джапамен, Дато Шри, Виджай және олардың ZV деп аталатын отбасы басқаратын жаһандық желілік маркетинг империясын басқарасыз. Солай емес пе? Бұл сіздің мақсатыңыз. Сіз бүкіл әлем бойынша сахналарда өнер көрсетіп, өз тарихыңызды айтқыңыз келеді. Сіз V-Elite, VC, AFT, V-Partner компанияларының көшбасшысы болғыңыз келе ме? Біз серіктес кандидаттарды ұсынып жатырмыз. Иншалла, балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Жоқ па? Енді осы сәттен бастап, сіз тұлға ретінде өсуіңіз керек. Көптеген адамдар экономикалық өсудің не екенін түсінбейді. Барлығы өсуді, жаңа нәрсені үйрену деп санайды. Жаңа нәрсені үйрену сізді үлкен жетістікке жетелейді. Бұл нағыз бұқаның қанты. Өйткені білім алудың өзі өсу болып саналады. Сонда әлемдегі әрбір PhD профессоры мультимиллиардер болады. Және олар ондай емес. Колледж немесе университет профессорынан асқан білімді, ақылды ешкім жоқ. Олардың Тойоталарға мінгені қалай болды? Олар біз армандаған өмірді қалай өткізбейді? Бәрі жақсы ма? Сондықтан, көбірек білім алу, YouTube бейнелерін көбірек көру, көбірек кітап оқу арқылы өмірде табысқа жетемін деп ойламаңыз. Бұлай болуы мүмкін емес. Даму тек білім алу ғана емес. Менің ойымша, білім өсудің ең кішкентай құрамдас бөлігі болып табылады. Ең кішкентай құрамдас бөлігі. Тек ешкімге кітап оқымайтынымды айтпа. Мен тек Джапамен, Дато Шри, Виджай Ишванның кітаптарын оқимын. Мен басқа кітаптарды оқымаймын. Мен қызықты нәрселерді көру үшін YouTube сайтына кіремін. Бәрі жақсы. Табысты желі қолданушысы болу үшін маған көп нәрсені білудің қажеті жоқ. Егер бұл талап болса, желілік маркетинг бойынша дипломдар мен магистр дәрежесін ұсынатын 3 университет болар еді. Білім бұл шағын құрамдас бөлік. Мен адамдарға желілік маркетингте білімнің 1%-дан азын құрайтынын айтамын. Табысқа жету және нағыз патша немесе патшайым болу үшін сізге қандай білім қажет? Сіз өзіңізді қалай көрсету керектігін білуіңіз керек. Сіз өнімдердің қалай көрінетінін білуіңіз керек. Сіз олардың не туралы шағымданатынын білуіңіз керек. Сіз қалай шақыру керектігін, қалай жабу керектігін және тәжірибе туралы аздап білуіңіз керек. Желілік маркетингтің одан әрі өсуі сізге байланысты. Бәрі жақсы ма? Ең бастысы сенің ойлауың, көзқарасың, жүрегің, жаныңда. Ал өсудің бірінші ережесі үйрену емес, қайта үйрену. Бұл адамдар жіберетін қателік. Бәрі менің оқуым керек деп ойлайды. Жоқ, мұның бәрі оқуды тоқтату туралы. Мұның бәрі сіздің жетістікке жетуге кедергі болатын жеке қасиеттеріңізден арылу туралы. Өйткені мен әрбір адам табысты болу үшін дүниеге келгеніне сенемін. Мен әрбір адам шексіз әлеуетпен туылғанына сенемін. Мәселе мынада, сіздің өмір жолыңызда сіз патша немесе патшайым болуға барынша кедергі болатын белгілі бір қасиеттерді таңдадыңыз. Сондықтан өзіңізден сұраңыз, сізді не ұстап тұр? Бұл сұрақ. Бұл сіздің эгоңызға, өмірге деген көзқарасыңызға байланысты ма? Сіздің өзгергіңіз келмейді, адамдарды тыңдағыңыз келмейді ме? Сізге тәртіп жетіспейді, жүйелілік жетіспейді. Сіз күн сайын айналаңыздағы тәттілерге қаншалықты оңай алаңдайсыз. Мейлі ол Netflix болсын, мейлі сәтсіз достар болсын. Олар сіздің өміріңізге ешқандай мән бермейді. Алға жылжу үшін жаңа нәрсе алудың қажеті жоқ. Ең бастысы сізді ұстап тұрған нәрселерден арылу. Мен тастар, мен қауырсындар туралы айттым. Сондықтан бойыңды күн сайын өлшеп отыру керек болса,
Өзіңнен қалай дамып, оң жаққа өзгергеніңді сұрауың керек пе? Бәрі жақсы ма? Сіз қандай қасиеттерді толығымен жойдыңыз? Және сіз қандай жаңа қасиеттерге ие болдыңыз? Және осы жолда ең жақсы нәтижеге жету жолында не үйрендіңіз? Сіз жақсы тыңдаушы болдыңыз ба? Сіз адамдарды өзіңізді түсінуге мәжбүрлегеннен гөрі жақсы түсінесіз бе? Сізде адасқан адамдарды басқаруға, олардың мәселелерін шешуге, шабыттандыруға қабілетіңіз бар ма? Өз тарихыңызды айтыңыз. Сіздің әңгімеңіз жеткілікті сенімді ме? Сіздің өміріңізді өзгертетін оқиғаны айту үшін сізде оң тәжірибе жеткілікті ме? Бұл не? Өзің туралы не өзгерттің? Өзіңнен сұра. Сен қандай пәндерді оқи бастадың? Сен әлі қандай міндеттемелерді бұзған жоқсың? Датосридің маған айтқан бірінші ережесі Патман. Егер сен Патман Синати Раджа туралы бір нәрсені өзгерткіңіз келсе, уәделеріңізді орындаңыз. Сонда сен маған үшінші ережені ұстанатыныңды қанша рет айттың, бірақ оны ешқашан орындамадың. Сен маған қанша рет ешқашан өшірмейсің, бірақ өшіресің деп айттың. Маған татуировкаңызды жіберетініңізді қанша рет айттыңыз және оны бірнеше рет өткізіп жібердіңіз. Бұл туралы ойланыңыз. Міне, мен өзгертуге тура келген бірінші қасиет. Және менің ойымша, бұл маған бүгінгі адам болуға көмектесті. Бұл менің уәделерімді орындау қабілетім. Мен күнде таңертең оянып, өз уәделерімді орындап жатырмын ба деп сұраймын. Сіз қаншалықты дәйектіліксіз? Сіз бұл сапарға қаншалықты байсалдысыз? Сіз қаншалықты оңай алаңдайсыз? Сен әлі де бұрынғыдай ақымақтықпен айналысасың ба? Сіз әлі де бақылау орталығына құндылық қоспайтын жағдайларда салқындап жүрсіз бе? Сіз әлі де сізге көбірек жағымсыздық пен аз позитивтілік қосатын адамдармен уақыт өткізесіз бе? Сіз әлі де Дивалиде 5 күндік демалыста жүрсіз бе? Сіз өзіңіздің рождестволық және жаңа жылдық мерекелеріңізді жоспарлап жатырсыз ба? Онда сіз желілік маркетингпен айналыспайсыз ба? Сіз әлі кеш тұрасыз ба? Жақсысың ба? Сен әлі ерте жатасың ба? Сіз барлық хабарламаларыңызға жауап бересіз бе? Сіз өз ұйымыңыздағы барлық қызметкерлерді қадағалайсыз ба? Сіз бағыныштыларыңызды жоғалтып алу қаупімен алға жылжытасыз ба? Сіз басқа біреудің аумағына басып кіріп жатырсыз ба? Сіз бұзылған шекараны қалпына келтіріп жатырсыз ба? Сіз әңгімені жалғастыруды шештіңіз бе? Сіз үлгі көрсетесіз бе? Сіз әрқашан позитивті аура мен көзқарасты сақтайсыз ба? Немесе сіз өзіңіздің өміріңіздегі мағынасыздықтың аураңызды жағымсызға өзгертуіне жол бересіз бе? Сіз таңертең, түстен кейін және кешке, тіпті түскі, таңғы және кешкі ас ішпесеңіз де адамдарды шабыттандыра аласыз ба? Сіз бәрі дұрыс емес болып жатқан жаман күндерді бастан өткеруге қабілеттісіз бе? Сіз оянып, Zoom-ға қоңырау шалып, интернеттегі жүздеген немесе мыңдаған адамдарды шабыттандыра аласыз ба? Сіз қалай өзгердіңіз? Сіз жеткілікті жылдам өсіп жатырсыз ба? Сіз жеткілікті жылдам дамып жатырсыз ба? Сіз мүлде басқа адамға айналдыңыз ба? Мен саған ең үлкен қорлаудың түлектердің кездесуіне бару екенін айттым. Колледж, мектеп түлектерінің кездесуіне бар. Барлық достарыңызбен кездесіп, барлығының қолын қысыңыз. Ал егер бәрі вау десе, сен мүлде өзгерген жоқсың. Сен қолыңнан келгеннің бәрін бермейсің. Олар, вау, біз сені танымаймыз деп айтуы керек. Сен кімсің? Саған қара. Бөлмеге кіргенде, олар сенің аураңды сезіну керек. Сен өзгердің бе? Сен өстің бе? Сіз әңгімеге қатыстыңыз ба? Біз сізге көп нәрсені үйреттік. Көп нәрсені істеу керек. Сен мұны істедің бе? Сен мұны істедің бе? Сіз ВКондан көп нәрсені үйрендіңіз. Сіз мұны түсіндіңіз бе? Сіз өз жүйеңізден, құрылғыңыздан көп нәрсені үйрендіңіз. Сіз мұны іс жүзінде қолданасыз ба? Өзіңнен сұра. Егер дәл қазір сапарыңызда қиналып жатсаңыз, көңіліңіз қалғандықтан, неге сіз патша немесе патшайым болмайсыз деп ойласаңыз? Бұл жай ғана сіз емес, өсіп келе жатқаныңыз үшін. Сен тоқырауға ұшырадың. Ал Датошри Виджай бұл тоқырау үшін ең нашар жер екенін айтады. Өйткені сен бір орында тұрамын деп ойлайсың. Жоқ, тоқырауға ұшыраған кезде өмір сені кері қайтарады. Шын мәнінде сен тек нашарлап бара жатырсың. Өмірдің мақсаты алға ұмтылу. Егер сіз күн сайын алға жылжып, өзгермесеңіз, бір жылдан кейін сізді тану мүмкін болмайтындай дәрежеде дамымасаңыз, онда сіз үшін ең жоғары деңгейге жету тым алыс. Бұл сіздің жауабыңыз, сіздің өзгерісіңіз, эволюцияңыз. Сондықтан өзіңізден сұраңыз. Сіз тіркелген күннен бастап бүгінгі күнге дейін не өзгерді? Сізде не өзгерді? Сіз қалай өзгердіңіз? Сіз қалай өстіңіз? Балалар, менімен келісесіңдер ме? Мұның бәрі жауап. Жауап тек осы ғана. Сен жауап бересің. Бұл сенің бойың. Сен неғұрлым үлкен болсаң, чектерің соғұрлым үлкен болады.
Сен неғұрлым көп өссең, үйімің соғұрлым үлкен болады. Балалар, менімен келісесіңдер ме? Сондықтан, сіздің чегіңіз осында болса, онда жауап өте қарапайым. Сіз осында тұрып қалдыңыз. Балалар, сендер менімен келісесіңдер ғой. Солай емес пе? Сіз чектеріңіздің өскенін қалайсыз. Чекке көп көңіл бөлмеңіз. Комиссияларға көп көңіл бөлмеңіз. Өзіңе көңіл бөл. Сен өсесің, айналаңдағының бәрі сенімен бірге өседі. Сен менімен біргесің бе? Мен сендерді жақсы көремін. Балалар,